Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеода сіздерге 2016 жылы шыққан фантастика жанрындағы Жолаушылар фильмін қысқаша айтып беремін. Все в порядке, Джеймс. Я Джим. Джим. Фильмнің басында ғарышта келе жатқан ғарыш кемесін көреміз. Ол автопилот режимінде басқа планетаға бара жатыр. 258 экипаж және 5000 жолаушы сол планетаға жеткенше ұйқыда жатыр. Кеменің алдындағы қорғаныс экранына ұсақ астероидтар тие бастайды. Бір кезде үлкен астероид келіп экранға соққанда кеменің жүйесіне зиян тиеді. Соның кесірінен жолаушылардың біреуі Джейм Престонның капсуласы ашылып, ол оянады. Автоматты жүйе оның 120 жыл ұйқыда болғанын айтып, жаңа планетаға 4 айдан кейін жететінін, ал оған дейін кемеде өмір сүріп, ойын-сауық кешендерінде уақыт өткізетінін айтады. Ал қолындағы браслет арқылы кемедегі барлық жерге доступ берілетінін түсіндіреді. Джим шомылып киімдерін киген соң басқа адамдармен кездесуге шығады. Жиналыс бөлмесіне келгенде жасанды интеллекттен басқа ешкімді көрмейді. Ол оған басқа адамдар қайда екенін сұрағанда, жасанды интеллект 5000 адам және 258 экипаж барлығы бар екенін айтады. Джим оны түсінбей кеменің ішінен адамдарды іздейді. Автоматты жүйеден капитанды сұрап, оған барғанда ол жерге кіре алмайды. Және жаңа планетаға 90 жылдан кейін ғана жететін, ал жерден 30 жыл бұрын шыққанын біледі. Ол өзінің капсуладағы ұйқыдан өте ерте тұрғанын, басқа адамдар әлі ұйқыда екенін және жаңа планетаға 90 жылдан кейін ғана жететінін айтып, көмек сұрап, жерге бейне хабарлама жібереді. Бірақ автоматты жүйе оның жер планетасына 19 жылдан кейін баратын, ал жауабы 55 жылдан кейін келетінін айтады. Джейм бір кезде мейрамханадан барменді көріп қалады. Оянған тек мен емес екенмін деп қуанып қасына барғанда, оның Артур есімді робот екенін біледі. Ты робот. Вообще-то андроид. Джейм роботтан капсула бұзылғанда не істеу керек екенін сұрайды. Бірақ робот капсула өте сенімді, ол бұзылмайды деп жауап береді. Келесі күні ол ұйқыдан тұрып, асханадан кофе ішейін дегенде, автоматты жүйе оған кофе мәзірінен тек кәдімгі кофе береді. Себебі оның деңгейі төмен еді. Джейм капсуланы іске қосып, қайтадан ұйықтайын дегенде, ол мүлдем іске аспайды. Және экипаж жатқан бөлменің де есігін аша алмайды. Ол не істерін білмей роботтан ақыл сұрағанда, ол қазіргі сәтпен рахаттанып өмір сүр дейді. Джейм сол кезден бастап ойын-сауық кешендеріне барып, көңіл көтеріп өмір сүреді. Бірақ соңында бәрінен жалығып, өмірінің мәні кете бастайды. Бір күні тіпті скафандрды кимей ғарышқа ұшып, өзіне қол жұмсамақ болады. Бірақ ол ойыннан бас тартып, кеменің ішіне қарай жүгіріп, жерге сүрініп құлайды. Сол кезде капсулада ұйықтап жатқан сұлу әйелге көзі түседі. Оның есімі Аврора екенін білгеннен кейін архивтен оның видеоларын іздеп қарайды. Джим оның видеоларын қарай береді және оған ғашық болып қалады. Ол Аврораны ұйқыдан оятып алғысы келеді. Бірақ олай жасаса, оның бүкіл өмірі осы кемеде өтетінін ойлап, оған қиянат жасағысы келмейді. Джим ол жайлы роботтан ақыл сұрайды. Бірақ робот тым түсінбейді, себебі ол адам емес. Джим Аврораны мүлдем ойламауға және ұмытуға тырысады, бірақ ұмыта алмайды. Сақалын алып тұрып, ақыры оны оятуға шешім қабылдайды. Аврораның жанына келіп, оны оятады. Оны автоматтық жүйе тұрғызып жатқанда, Джим қорыққаннан қашып кетеді. Кейін бөлмесінен шыққанда Аврораны көреді. Екеуі амандасқаннан кейін Аврора қалғандары не үшін ұйықтап жатқандарын сұрайды. Джим, жаңа планетаға 89 жылдан кейін жетеміз. Себебі тек екеуміз ұйқыдан ерте тұрдық дейді. Аврора оның осы жерде өмір сүріп жатқанына 1 жыл болғанын естігенде шошып кетіп, қайтадан капсулаға жүгіреді. Бірақ Джим оны тоқтатып, енді ұйықтау мүмкін емес екенін айтады. Содан кейін ол бөлмесіне кетеді. Ал Джим бармен роботқа виски ішуге келеді. Ол роботқа Аврораны оятқанын айтады. Бірақ оған ештеңе айтпа, кейін өзім айтамын дейді. Келесі күні Аврора автоматты жүйеден капсула не үшін істен шыққанын сұрайды, бірақ тиісті жауап алмайды. Тамақтану кезінде Аврора Джимге алтын деңгейдегі таңғы асты алып береді және одан капсулада қайтадан ұйықтау жолдарын сұрайды. Бірақ Джим 1 жылдың ішінде түрлі амалын жасап көрдім, іске аспады дейді.
Аврора берілмеймін деп қанша тырысқанымен экипаждың есігін аша алмайды. Аврора осы жерде өтіп жатқан өмірі жайлы және қасында тек жалғыз еркек адам бар екенін, қалған жолаушылар әлі 90 жыл ұйықтайтыны туралы өз ойын жазбаға түсіреді. Ол Джимнан журналист ретінде жаңа планетаға не себепті бара жатқанын сұрайды. Джим ол жаққа жаңадан өмір бастап механик болып жұмыс жасап, өзінің жоспарларын іске асырамын дейді. Ал Аврора жаңа планетаға барып, кейін жерге қайтып келіп, басқа планетаға барған жалғыз жазушы ретінде өзімнің оқиғамды жазатын едім және адамдар оны оқитын еді дейді. Содан кейін екеуі көңіл көтеретін жерлерге барып уақыт өткізеді. Кешке қарай Джим Аврораны кездесуге шақырады. Мейрамханаға барғаннан кейін екеуі ғарышқа саяхаттайды. Аврораға бәрі ұнап, Джимға рахмет айтады. Содан кейін олар бөлмеге оралып сүйіседі. Екеуінің өмірлері ғарышта өтеді және олар бір-бірін жақсы көреді. Бір күні Аврораның туған күні болып, Джим оны құттықтайды. Олар роботқа келіп шампан ішіп отырады. Джим Аврораға ұсыныс жасамақшы, сол үшін сақинаны дайындауға кетіп қалады. Сол кезде робот оны оятқан Джим екенін айтып береді. Джим қайтып келіп, оны оятқанын мойындайды. Как ты мог это сделать? Содан Аврора да шок болып, қатты қайғырады. Ол Джимді мүлдем тыңдамай жек көреді және бір түні тіпті оны ұйықтап жатқан жерінен ұрып өлтіруге дейін барады. Джим одан микрофон арқылы кешірім сұрап, оятқан себебі жалғыздықтан шаршағанын айтады. Аврора оған өмірімді құрттың деп айқайлайды. Және жердегі жақындарының бейне жазбаларын көріп, көзіне жас алады. Джим кеменің ішіне ағаш өсіреді. Кеме жүйесіндегі ақаулар күшейіп, Джим мінген лифт тоқтап қалады, ал асханада тамақты шашып береді. Бір кезде кемеде бөтен кісінің дауысы шығады. Екеуі таң қалып, жүгіріп барып қарап, капитанның көмекшісін көреді. Ол да капсуладағы ақаудың кесірінен ұйқыдан ояныпты. Олар кемені басқару бөліміне келіп, капитан жүйеден ешқандай ақауды көрмейді. Сондықтан оны қолмен тексеруге кіріседі. Олар шығып келе жатқанда төбеден робот құлайды. Капитан капсулаларды көріп, Джимнің капсуласынан чип таймер естен шыққанын, Аврораның капсуласын Джим ашқанын, ал өзінікі мүлдем күрделі. Сол себепті өзін жайсыз сезініп тұрғанын біледі. Аврора капитанға оны Джим оятқанын айтып шағымданады. Ал капитан болар іс болғанын айтып сабырға шақырады. Және оның денсаулығы сыр беріп демалуға кетеді. Үшеуі де демалып жатқанда кемеде гравитация күшін жоғалтады. Джим ұшып жүрген жерінен оянады, ал Аврора бассейннің суынан шыға алмай қалады. Содан кейін гравитация күші қалпына келіп, бәрі орнына келеді. Олар қайтадан жиналып, кемеде ақаулар күшейіп жатқанын біледі. Кеме жүйесін қолмен тексергелі жатқанда, капитан есінен танып қалады. Оны диагностикаға салып, капитанның өлімге аз уақыты қалғанын біледі. Ол Джимға өз браслетін беріп, кемені жөнде деп қайтыс болады. Кемедегі бүткіл жүйе және роботтарда қуып кетеді. Олар оның себебін табады, бірақ оны толықтай жөндеу үшін ғарышқа шығу керек. Джим ғарышқа шығуға шешім қабылдайды. Аврора кеменің қақпасын ашқанда, ішінен шыққан от Джимді ғарышқа ұшырып жіберіп, оның тұрысы үзіліп кетеді. Скафандрдағы температура төмендеп, ол есінен тана бастайды. Аврора артынан барып, оны құтқарып қалады. Оны кемеге әкеліп, өліп қалғанын біліп, медициналық капсулаға әкеліп, оған реанимацияның барлық түрін жасап, тірілтіп алады. Кеме өз қалпына келеді. Робот Артурды да жөндеп алады. Джим бір ғана медициналық капсулада браслеттің көмегімен ұйықтауға болатынын біліп, Аврораға сен ұйықтайсың және жаңа планетаға барып, ойлаған армандарыңды іске асырасың дейді. Бірақ Аврора Джимді қимай, одан бас тартады. Және олар бүкіл өмірлерін кемеде өткізеді. 88 жыл өткеннен кейін кемедегі жолаушылар оянып, осы жерде екі адамның қалай өмір сүргенін көреді. Осымен фильм аяқталады. Егер сіз Джимнің орнында болсаңыз не істер едіңіз? Өз ойыңызды жаза кетіңіз және видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліңіз. Келесі видеода кездескенше.